Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен печенье дайындайтын боламыз. Барлық қажетті заттар описание бөлімінде жазылып тұр. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне 1 стакан қант салып, миксермен араластырамыз. 2 немесе 3 есе көтерілгенше. Оның үстіне үй жағдайында ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. 1 кесе жылы айран және де жарты стакан сұйық майымызды қосып, оны араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. 2 минуттай барлығы біркелкі араласуы қажет. Оның үстіне ванильный сахар және де қопсытқыш саламыз. Араластырып болған соң аз-аздан ұн салып араластырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Егер де өте көп мөлшерде ұн қосып қоятын болсаңыздар, қатты болып шығады. Сондықтан аз-аздан қосқан дұрыс. Мен печеньенің ішіне арахис салдым. Менде тұзды арахис. Ал егер де ұнатпайтын болсаңыздар, сіздер ішіне шоколад немесе жаңғақ салып істесеңіздер де болады. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан қолымызды майлап алып, сосын барып дөңгелек етіп печенье дайындаймыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде 20-25 минутта пісіреміз. Менде өте көп мөлшерде шықты. Сіздер азайтып жасасаңыздар да болады. Менде 2 лист шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.